Семейде жолда қабылдау акциясы өтті. Дәстүрлі республикалық шараны Нұр Отан партиясы қалалық филиалының қабылдау бөлімі мен жергілікті полиция қызметкерлері ұйымдастырды. Оның барысында саяси құрылым өкілдері мен тәртіп сақшылары Мұқыр ауылында болып тұрғындармен жүздесті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай шара халыққа құқықтық көмек көрсету жұмыстарын ширатып, полиция қызметкерлеріне деген сенімді арттырады. Сондықтан кездесу барысында топ мүшелері тұрғындар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беріп, жергілікті полиция қызметінің жұмысына қатысты сауалнама жүргізді. Арман Нұрбосынов құқық қорғау саласында 12 жылдан бері қызмет етеді. Қазір Ертіс ауылдық округінің учаскелік инспекторы. Өзіне жүктелген міндеттерді жақсы білетін ол, әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтарды болдырмау бағытында кешенді шараларды жүзеге асырып келеді. Нәтижеде жоқ емес. Жаңа жылдан бері бізде 7 қылмыс фактісі тіркелді, оның 6-ауы ашылды. Мал ұрлығы фактісі жаңа жылдан бастап осы уақытқа дейін болған емес. Енді бізде жиі жастармен жұмыс атқарамыз, профилактикаларға әңгіме өткіземіз. Ауыл тұрғындары да учаскелік инспектордың сөзін растап отыр. Жергілікті полиция қызметінің кешенді жұмыстарының арқасында елді мекенде ахуал біршама жақсарған. Жолда қабылдау сынды шаралардың қолға алынуда маңызды дейтін мұқырлықтар. Себебі кездесу барысында кез келген тұрғынның тиісті кеңес пен құқықтық көмек алуына болады. Ар жағында бір қорытынды шығарады деп ойлаймыз. Енді біздегі ауылдағы жағдай қазір жақсы. Келешекте де осындай келіп халықтың мұң-мұқтажын тыңдап тұрған дұрыс па деймін. Акция барысында ауылдағы ағайын жергілікті полиция қызметінің жұмысы туралы сауалнамаға қатысты. Тұрғындардың пікірінше, қабылдаудың қорытындысы арқылы құқық қорғау органдарының жұмыс сапасын арттырып, қарапайым халық арасындағы байланысты нығайтуға болады. Өзімде жаңа кіріп, анкеталарын толтырып, жұмыстар өте жақсы жүргізілуде. Осы құқық қорғау органдарының жұмыстары барлығы да алда жандана түседі деп ойлаймын осындаймен. Партия өкілдерінің айтуынша, мұндай шара қоғам мен билік арасындағы байланысты кеңейтуге бағытталған. Сонымен қатар мемлекеттік құрылымдардың қызметіне қоғамдық бақылауды арттыруды көздейді. Акция барысында 20-дан астам ауыл тұрғындары келіп өздерінің тиісті мәселелерін көтеріп, сұрақтарын қойды. Кейбір сұрақтарға осы жерде жауап берілді, кейбір сұрақтарды біз өзімізге арнайы жазып алып, тиісті мекемелердің көмегімен арқылы міндетті түрде жеткізетін боламыз жауаптарын. Кездесу барысында тұрғындарға еліміздегі бірқатар заңдарға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар жөнінде де кеңінен ақпарат берілді. Айта кетерлігі, республика деңгейіндегі жолда қабылдау акциясы жылына 2 рет ұйымдастырылады. Ендігі шара келер жылдың көктеміне жоспарланған.